Танымал қазақ актері, кинорежиссер Досхан Жолжақсынов ресейлік журналист Тигран Кеосаянның қазақтар жайлы мәлімдемесіне жауап берді. Ресейлік тележүргізуші Украинаны мысалға келтіре отырып, қазақстандықтарға сес көрсеткен болатын. Қымбатты Тигран Кеосаян, сен сөйлеген сөзіңді айнадан көрдің бе? Саған қарауға кеңес беремін. Арамза Муссолинді бейнелеп отырғандайсың. Өзіңе көп аласың. Біріншіден, сен Ресей емессің. Екіншіден, мықты болсаң, жоғары билікке бар. Ал менің халқыма тиіспе. Ұлтымның тарихын, көп ғасырлы рухани және мәдени өмірін, Еуразия кеңістігіндегі ұлтымның абырой туралы саған айтып, уақыт жоғалтқым келмейді деп мәлімдеді танымал актер Жолжақсынов мырза. Актер ресейлік журналисті түкті шовинистке теңеді. Сен ұлтаралық араздықты тудырушы, арандатушысың. Сені Донецкіде, Луганскіде ұрыс алаңында көргім келер еді. Ұлы Ресей сен сияқты жағымпаздарға мұқтаж емес деп сөзін түйіндеді актер. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Айбек Смадияров ресейлік журналист Тигран Кеосаянның сөздеріне қатысты пікірін білдірді. Ресейлік журналист Тигран Кеосаянның орынсыз қорлайтын және объективті емес сөздері еріксіз назар аударады. Бәлкім, оның мәлімдемесі ресейлік қоғамның белгілі бір бөлігінің және саяси истеблишменттің көзқарастарын көрсететін болар. Алайда, елдеріміз арасындағы ынтымақтастықтың рухы мен мазмұнына және мемлекет басшылары деңгейіндегі келісімдерге сай келмейді деді Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы. Ол сөзін жалғай отырып, мұндай сөздер тату көршілік қарым-қатынастың атмосферасын уландыратынын және стратегиялық серіктестіктің қарсыластарының пайдасына түсетін айрықша атап өтті. Ол Қазақстанға кіруге рұқсат етілмеген адамдардың тізіміне енгізіледі деп ойлаймын, деді Смадияров. Айта кетсек, Ресей тележүргізушінің мәлімдемесі әлеуметтік желіде тарады. Өз сөзінде ол қазақстандықтарға сес көрсеткен болатын. Қазақтар, алыстарың қайда? Сендер Ресейді дүние жүзінен жоқ болып кетеді деп ойлайсыңдар ма? Украинаға қараңдар да жақсылап ойланыңдар. Біздің жауапты тұлғалар біздің қарым-қатынастарымызды қайта қарауы керек. Қателесесіңдер. Сендерде әлі уақыт бар. Соңғы вагонға үлгеріп қалуларың да мүмкін. Қазір үлкен соғыс жүріп жатыр. Осы орайда бізді кім қолдайтынын дұрыстап бақылау керек. Жетер, өтірік ойнап болған шығарсыңдар. Билікті құтқарып, былығыңды реттеуге қайтарымсыз көмек сұрауларыңды доғарыңдар. Парад өткізбейміз дегендерің не дейді ол? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.